Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында дайындалатын, өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға тұз, қант және де ашытқыны қосып, араластырып 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің апарамыз дайын болғаннан кейін оған сұйық май және илеуіштен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қатты болып шықпас үшін ұнды біртіндеп қосып отырған жөн. Үйленген қамырымызды көтерілу үшін 1-1,5 сағатқа жылы жерге апарып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше мен пиццаның салындыларын дайындайтын боламын. Фаршты жартылай дайын болғанша 5-10 минут табада қуырып аламын. Кейін шұжық, тәтті бұрыш және де қызанақты турап аламын. Бірақ сіздер қалауларыңыз бойынша әртүрлі қоспамен де жасасаңыздар болады. Әрине, ірімшікті де күштен өткізіп дайындаймыз. Мен негізі пиццаға моцарелла және де пармезан ірімшік түрлерін қолданамын, бірақ қарапайым ірімшік түрінде қолдансаңыздар жақсы шығады. Осы уақытта бірнеше есе көтеріліп үлгерген қамырымызды 2 бөлікке бөліп дайындаймыз. Қамырдың үстіне жағу үшін мен майонез бен кетчупты қолданамын. Кетчуптың орнына томат пастасын да қолдансаңыздар болады. Бірақ әрине соустың түрі де әркімнің өз қалауы бойынша. Противенімізге сұйық май жағып, қамырымызды жай-жайлап, не қолмен болсын, не оқтау көмегімен қалауларыңыз бойынша жайып шығамыз. Жайып алған қамырымызға соусымызды жағып, өзімізде бар начинкаларды қосып дайындаймыз. Менде бірінші түріне шұжық және де қызанақ қосылады. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі специя, приправа қоссаңыздар болады. Мен осы жолы арнайы пиццаның приправасын қостым. 200 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутқа саламын. Сәл пісейін деп қалған уақытта ірімшігін салып, тағы 2-3 минутқа пешке жіберемін. Осы уақытта екінші пиццаның қамырын да дайындай береміз. Осы жолы мен қамырды оқтаудың көмегімен жайып алдым. Дәл солай соусты жағып аламыз. Мен осы жолғы түріне фарш және тәтті бұрышты қолдандым.
Міне біздің пиццаларымыз да дайын болды. Қамыры өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лүпіл басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.